Ассаламағалейкум. Қанша рет біз жаңа өмір бастауға ниеттеніп, енді мен бұрынғы адам емеспін, ертеңнен бастап өмірім өзгереді деп өзімізге сөз бердік. Бірақ сол істеріміз ертеңге қалып, ертеңгі күніміз жиналып, айлар, жылдарға айналып, сол күйі бастай алмай жатқан қаншама істеріміз бар өмірде. Бүгінгі видеода сіздермен осы істерімізді қалай бастап, қалай соңына дейін жеткізуге болатынын, прокрастинациядан қалай құтылуға болатынын бөлісемін. Есімім Нұрлыбек, жасым 30-ға таяп қалды. Кәсіпкермін, кішігірім тауар бизнесімен айналысамын. Осы күнге дейін осы тұлғалық даму бағытында ізденіп келемін. Жүздеген кітаптар оқыдым. Сол оқыған, өмірден алған біліммен осы каналымда бөлісемін. Егер қызық болып жатса, онда тыңдап пайда аларсыздар деген үміттемін. Енді бұл бүгінгі тақырыпта мысалмен бекіту үшін мен осы өзімнің ютубты қалай бастағанымды, осы кейінге қалдыруды қалай тоқтатқанымды, іске кіріскенімді мысал ретінде алып сіздермен бөлісемін. Соны өздеріңіздің мысалдарыңызда, өздеріңіздің жаңағы қойған мақсаттарыңызды жобалап бірге жоспарлап отырсаңыздар болады. Ең алдымен біз прокрастинация дегенді дұрыс түсініп алуымыз керек. Ол дегеніміз жалқаулық емес, оның негізгі себебі басқа нәрседе жатыр. Ол қорқыныш болуы мүмкін, белгісіздік, шаршау, стресс деген секілді дүниелер болуы мүмкін. Осы негізгі басты себептерге қазір тоқталып кетейік. Ең алдымен үлкен себеп ол сәтсіздіктен қорқу. Яғни мен бұл істі бастасам, соңына дейін жеткізе алмай қалам, бұған дейін басқа нәрселер бастап көріп едім, ол сәтсіз шықты, мен қолымнан келмей қалады, одан да бастамай қойғаным дұрыс деген секілді ойлар сізді мазалап, содан кейін үнемі кейінге қалдыра беруіңіз мүмкін. Одан кейінгі үлкен себеп ол перфекционизм. Кейбір адамдар болады, ол егер мен бір істі идеально жасамасам, одан да мүлде жасамай қойғаным дұрыс деп сөйтіп тартыншақтанады жаңа істі бастауға. Бұл да бір себеп. Тағы бір себеп ол энергияның жоқтығы. Біз күнделікті бізге бір шектеулі энергия беріледі ғой таңғы уақыттан бастап. Соны егер керек емес нәрсеге құртып алсақ, таң уақытынан бастап мысалы телефонға кіріп, болмайтын әлеуметтік желілерде отырып, сөйтіп бар энергиямыз, назарымызды болмашы нәрсеге құртып алсақ, маңызды өзімізге керек істерге энергия жетпей қалады. Сол үшін жаңағы күнді дұрыс жоспарлай білудің өзі үлкен қабілет. Оны біз алдағы видеоларда айта жатармыз. Яғни бұл да бір үлкен себеп екен. Энергияның жетіспеушілігі, энергияны дұрыс басқарып жоспарлай алмау. Одан кейінгі себеп ол бұлыңғыр мақсаттар. Яғни белгісіздік. Сіздің мақсатыңыз сондай бір үлкен ауыр болып көруі мүмкін. Сіз оның қай шетінен бастарыңызды білмейсіз. Бізге негізі нәпсіге барынша оны жеңілдетіп беру керек. Дінде де ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деген қағида бар. Сол қағиданы ұстанып, бізге барынша жасаған ісіміз миымызға түсінікті болатындай, жіліктеп, бөлшектеп, түсінікті қылып беру керек. Яғни бізге алдымен прокрастинациядан құтылу үшін оның себебін анықтап алу керек. Не үшін мен қалдырып жүрмін деген секілді. Енді мен өзімнің жеке кейсіме келетін болсам, мен ютубты мысалы түсіруді бұрыннан жоспарлап жүрдім, бірақ кейінге қалдыра бердім. Не себепті дейтін болсақ, онда мен бұлай анықтадым. Мен үшін бұл бұлыңғыр мақсат болды. Яғни мен бұның нақты бір себебін түсінбедім. Маған бұл не үшін қажет? Мен бұдан қандай пайда аламын? Өзгеге қандай пайда тигіземін деген секілді. Яғни мен басында ол картина анық болмады. Сосын мен оны өзіме нақтылап жазып алғаннан кейін, яғни мен не үшін бұл ютубпен айналысқым келеді, алған біліммен бөліскім келеді, өзгелерді жаңа бастамаға, жаңа іске шабыттандырғым келеді, елдің
кейін сол батасын алғым келеді деген секілді ниеттерді анықтап алғаннан кейін менде уже құлшыныс пайда болды. Осы ютубта енді кірісіп осыда тұрақты болуға. Яғни бұл прокрастинацияның алдымен себебін анықтап алу өте маңызды екен. Дәл солай өздеріңіздің мысалдарыңызды ойлап, неге кейінге қалдырып жүргеніңізді бір сәт ойланып көрсеңіз болады. Енді біз себебін анықтағаннан кейін осы прокрастинацияны жеңудің қадамдарын айтып өтейік. Ең алдымен, жаңа мен айтып кеткендей, не үшін деген сұраққа біз жауап беруіміз керек. Яғни не үшін мен бұл істі бастауым керек, не үшін оймен айналысуым керек деген сұраққа кәдімгі қағазға үлкен себептерін жазуыңыз керек. Себебі мынандай сөз бар ғой, егер адам не үшін деген сұраққа жауап бере алса, онда оған қалай жету керек деген сұрақтың жауабын міндетті түрде табады дейді. Сол үшін бізге осындай стимул, не үшін бізге бұл стимул, не үшін бұл бізді соған итермелейді, сол сұрақтың жауабын тауып алуымыз керек. Және соны тауып көз алдымызда ұстауымыз керек. Мен үшін ол мысалы пайдалы контент түсіру, бір жағынан өзімді де дамыту, камера алдында сөйлеп үйрену деген секілді себептер бар. Өзгелерге мотивация беру деген де себеп бар. Міне осы себептерді мен есімде сақтай отыра, әрдайым көз жүгірте отыра, осы істе тұрақты болуыма бір қосымша көмек. Одан кейінгі қадам ол мақсатымызды түсінікті қадамдарға жіліктеу немесе бөлшектеу. Яғни сенің ісің тым үлкен болып көрінсе, оны міндетті түрде бөлу керек. Кезеңдерге, этаптарға, стадияларға деген секілді. Мысалы менің бір видео түсіруімнің өзі, егер мен өзіме мақсат қоятын болсам, маған видео түсіру керек деп, түсіргім келіп еді, YouTube бастау керек еді деп жүрсем, онда созып жүре берем. Ал егер нақтылайтын болсам, так, мен қандай бірінші идеясын, оған жеке кезең ғой, бөліп тастаймын да. Мысалы, идея кезеңі бар, сценарий жазу кезеңі бар, түсіру кезеңі бар, съемка, монтаж, одан кейін жүктеу ютубқа. Сосын мен әр кезеңге уже уақыт бөлем. Енді идея ең алдымен. Қандай тақырыпта мен сөйлегім келеді, қандай идеяны мен жеткізгім келеді деген секілді. Осылай біз мақсатымызды бөлшектеп алатын болсақ, ми оны өте жеңіл қабылдайды. Қалай істеймін, қалай бастауға болады деген сұрақтар мида туындамау керек. Сол кезде ол өте жеңіл жүреді да. Себебі біз сондай жаратылыспыз, түсініксіз нәрсе бізге қорқыныш әкеледі. Бізге таныс емес нәрсе қорқыныш әкеледі. Сол үшін оны бізге бастапқы кезеңдерде әсіресе түсінікті болу үшін жеңілдету керек. Кейін уже үйреніскеннен кейін бұл этаптар әрине әдеттің күшімен жеңіл жүретін болады. Яғни бұл белгісіздіктен белгілі бір нәрсеге айналады. Біздің үйреншікті қалпымызға айналады. Енді мақсаттарымызды жүйелеп жаздық. Одан кейін енді бізге оны жасау керек. Оны жасау үшін біз жүйе құрамыз. Яғни мысалы мен өз жүйемді айтып кетейін. ютубқа аптасына күніне 5 күн бөлем. 5 күнде әр күні 40 минут блоктан бөлем. Яғни дүйсенбі, сейсенбі деген секілді әр күнге 40 минут блок бөлем. Және ол блокта мен міндетті түрде таймермен жұмыс жасаймын. Менде өзім таймерім бар, бүгін алмаппын. Келесі видеоларда көре жатарсыздар. Сол таймерді сатып алдым. Каспиде бар, сатып алсаңыздар болады. Сонымен мен 40 минутқа мысалы уақыт белгілеймін да, болды. 40 минут таймерді қосқаннан кейін ноутбугымды ашам, бұл жұмыс жасай бастаймын. Процесс кетті. 40 минут ішінде мен не жасайтын маңызды емес, басты сол блокты бастап процесске кіру. Бірақ маңызды шарты сіздің атмосфераңыз тыныш болу керек. Айналаңыздағы адамдар мазаламау керек. Сол кезде сіз кірісесіз. Және телефоныңызды міндетті түрде өшіріп, немесе үнсіз қойып, басқа шет жаққа қою керек. Сосын таза жұмысқа кірісесіз уже. 40 минут. Қандай сіз мақсатыңыз бар мысалы? Ағылшын тілін оқу, араб тілін оқу деген сияқты. Басқа да кәсібіңізге қатысты мақсаттар бар ма? Болды. Бұл помидор әдісі дейді ғой негізі. Мен 40 минут блокпен жұмыс жасаймын. 40 минут жұмыс жасаймын.
одан кейін 5 минут демаламын, одан кейін басқа да мақсаттарыма дәл солай 40 минуттан уақыт бөлемін. Бұл енді мен үшін өте тиімді болып жатыр қазір таймермен жұмыс жасау. Себебі осы күнге дейін әртүрлі әдіс тәсілді көрдім шыны керек. Менің нәпсіме не жағады, қалай алдауға болады деген секілді мен көп ойланып, ғалымдардың кітаптарын іздеп, оқып, қарадым, тәжірибеден өткіздім. Мысалы, жазалау әдісі деген бар. Нәпсіңді мысалы қойған мақсатты орындамасаң жазалайсың. Метод кнута и пряника дейді ғой. Егер орындалған, жоспарлаған тапсырманы орындасаң, онда өзіңе бір сый бересің, өзіңнің ұнатқан киноңды көресің, мысалы кешкен, болмаса кофе ішесің дегендей. Бұны да көрдім. Бірақ осы таймер әдісі өте тиімді екен. Уақытты қостың, болды. Ми автоматически сен жұмыс басталды деп қабылдайды да, процесске кіресің. Осыны әдетке айналдырсаңыздар, енді өте мықты болады. Біз барынша жеңілдету деп айтып жатырмыз ғой. Сол жеңілдеткен кезде тіпті қатты шаршап тұрған күннің өзінде тақырыпты ойлап табу деген секілді, мысалы қысқа бір минуттық, 2 минуттық тапсырмалар қойып көріңіз. Энергияңыз мүлде жоқ деген өзінде. Мысалы басты идеясын ойлап табу видеоның, сол видеода айтатын 1-2 ключевой сөз, 1-2 ключевой идея, немесе дайын видеоңыз болатын болса 1-2 минут монтаж жасау деген секілді. Сондай оңай, кішігірім тапсырмаларды бастаңыз, және сол бастаған кезде әрі қарай қызығып жалғастырып кетуіңіз ықтимал. Міне бұл керемет жаңағы әдіс, ісіңізді кейінге қалдырмай жалғастыру бойынша. Енді біз жүйемізді орнаттық, жүйеміз бойынша жүріп, жұмыс жасап жүрміз. Осы сәтте бізге анализ керек. Яғни апта сайын бір күнді белгілеп, Excel'де таблица құрып, сол жерде өзіңіздің прогрессіңізді өлшеп отырыңыз. Әр мақсатқа қарай әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, қанша видео жүктелді, қанша оқырман қосылды, қанша просмотр болды деген секілді. Осы KPI дейді ғой, осы индикаторларды есептеп, алданғы апталардағы нәтижелермен салыстырып қарасаңыз, өзіңіздің прогрессіңізді уақыт өте байқайсыз. Кем дегенде бір 2-3 ай уақыт беріңіз, сол кезде сіз көресіз. Менің жасап жатқан ісім зая кетіп жатқан жоқ екен деп көзіңіз жетеді. Ол сізге қосымша кәдімгі мотивация береді, өткен істі көрген кезде. Мен де бұрыннан бері Excel таблица қолданам. Ай сайын өзімнің мақсаттарыма қатысты KPI белгілеп, соларды толтырып отырам. Ол сол сәтте бір болмашы нәрсе сияқты көрінуі мүмкін да, бірақ 1 жыл толтырып жүріңізші. Сіз өткен жылғы нәтижелеріңізбен қазіргі жылдың нәтижесін салыстырған кезде кәдімгідей өсу болғанын бірден аңғарасыз. Енді бұл жердегі басты ой, біз үнемі өзімізден алшақтатып, қорқып бастай алмай жүрген істі күнделікті, тұрақты, өзіміз сүйетін процеске айналдыру. Яғни өзіміздің белгілі бір бөлігіміз ретінде қалыптастыру. Соған осы жаңа айтып кеткен мақсатты бөлшектеу, не үшін деген сұраққа жауап алу, жүйе құру деген секілді осы жеңіл, оңай қадамдарды қолдану арқылы бұны сіз өміріңіздің бір бөлшегіңізге айналдырасыз. Айтқан ойым түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге жеңіл әрі қысқа түрде жеткізе алдым деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса пікір қалдырыңыздар, пікірде жазыңыздар, мүмкіндігінше жауап берем. Немесе болашақ видеоның тақырыптарында төменде жазып кетсеңіздер болады. Алла қаласа сол видеоларды сөйлеп сіздермен өз тәжірибеммен, біліммен бөлісетін боламын.